Сәлем достар, сіздермен бірге Ақ Сәуле. Бүгінгі видеода осындай пчелка тоқитын боламыз. Бұл пчелка тиктокта бір уақыттары атақты болған тоқу әдісі орташа деңгей. Сондықтан тоқып білмесеңіздер, онда менің алдын ала тоқу сабақтарымды көріп алыңыздар. Ссылкасын видеоның астына шығарамын. Және де тоқып бастамас бұрын міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Және де сұрақтарыңыз болса комментарийге жазып кетіңіздер. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Тоқу үшін бізге Himalaya Dolphin Baby жібі қажет. Қара түстісі, метражы 100 грамм 120 метрге, және сары түсті. Екеуінің метраждары бірдей. Және де ақ түсті Himalaya Dolphin Fine 100 грамм 175 метрге. Және розовый және қара түсті Пехорка детская новинка жіптері қажет. Розовый бетіндегі румянецті бетін тігуге, ал қарасы аузын тігуге. Метражы 50 грамм 200 метрге. Және де 12 миллиметрлік көз керек. Менде осындай. Сосын ілмек 4-ші номерлі және 3-ші номерлі ілмек. Және де қайшы және не керек, маркер. Енді барлығы түсінікті болса тоқып бастаймыз. 4-ші номерлі ілмекпен 2 воздушный петля тоқимыз сары жіппен. 1, 2. Бірінші воздушный петлямызға 6 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді шіпті тартамыз бірінші петлямызды. Және бірінші петляны тауып аламыз. Ең бірінші петля. Міне мұнда осы бірінші петляға 2 столбик без накида тоқимын. 1, 2. Және бірінші петлямызға міндетті түрде маркер іліп қоямыз. Себебі шатасып кетуіміз мүмкін. Енді әрі қарай әр петляға 2 столбик без накидамнан қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. 2. Қалған петляларға да дәл осылай тоқисыздар. Барлық петлялар саны 12 болу керек. Екінші қатарды тоқып біттім. Енді маркерді алып тастаймын да 3-ші қатарды бастайым. 1 столбик без накида тоқим. Және келесі петляға 2 столбик без накида. Қайтадан маркерімді ілемін бірінші петляға. Енді әрі қарай 1 столбик без накида тоқим. Келесі петляға. Одан кейінгісіне прибавка жасайым. 2 столбик без накида. Қатардың соңына дейін осылай қайталап тоқып шығам. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, 1 петляға. Барлық петлялар саны 18 болу керек. 3-ші қатарымызды тоқып болдық. 4-ші қатарда 1, 2 столбик без накида тоқимыз. Маркерімізді ілеміз бірінші петляға. Және келесі петляға прибавка жасаймыз. 2 столбик без накида, 1 петляға. Тағы да 2 столбик без накида тоқимыз. Сосын прибавка. Бұл қатарда барлығы 24 петля болу керек. Соңына дейін өстіп тоқып шығасыздар. Енді 5-ші қатарымызды бастаймыз. Мұнда
3 столбик без накида тоқимын қазір. 1, 2, 3. Бірінші петляға маркерімді ілемін. Және прибавка жасаймын. Бір петляға 2 столбик без накида. 1, 2. Келесі тағы 3 столбик без накида тоқимын. Сосын прибавка. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар. Петлялар саны 30 болу керек. 6-шы қатарға келдік. 6-шы қатар өзгеріссіз тоқимыз. Әр петляға 1 столбик без накидамнан барлық столбик без накидамның саны 30. Маркерді ілем. Әрі қарай осы қатарды өзгеріссіз тоқимын. 7-ші қатарға келдік. 7-ші қатарды да әр петляға 1 столбик без накидамнан өзгеріссіз тоқимыз. Барлық петлялар саны 30. Ең соңғы петляны қалдырамыз. Мінекей, менде ең соңғы петлям қалды. Енді әрі қарай жіп ауыстырамыз. Осылай ілмекте 2 петля болады. Осы 2 петлядан қара жібімізді өткіземіз. Сосын қысқа жіптің ұшын петлялардың арасына, столбик без накиданың арасына осылай тоқып жіберемін. Сары жіп артта қалады. Мінекей. Осындай әдіспен тағы да осы қатарды және келесі қатар, яғни 2 қатар қара жіппен 30 столбик без накида тоқимыз. Ең соңғы 1 петля қалғанша. Так, мен 2 қатар тоқыдым. Соңғы петлям қалды. Енді қазір көзін салып тастайым. Сразу көзді біз 4-ші және 5-ші қатардың арасына саламыз. Және ортасын тауып алып, ровно қоюға тырысыңыздар. Міне бір көзін салдым. Енді бір көзінен екінші көзіне дейінгі несі петля саны 11 петля болу керек. 11 петля санап, қазір екінші көзін саласыздар. Және қақ ортасы жаңағы екі көздің ортасына сәйкес келу керек. Екінші көзін салдым. Енді оны осындай пластмасы бар. Осы пластмаспен бекітемін. Қаттырақ итеріп. Так, көздерін бекітіп болдық. Енді әрі қарай сары жіппен тағы 2 қатар тоқимыз. Біз жаңа қара жіппен 8-ші, 9-ші қатарды тоқыдық. Енді қазір 10-11-ші қатарды сары жіппен тоқисыздар. 2 қатар, соңғы 1 петля қалғанша. Мен сары жіппен тоқып болдым. Енді қазір жіпті қара жіпке ауыстырам. Яғни жіпті әрбір 2 қатар сайын осылай ауыстырып отырамыз. Қара жіпті алдыға жіберем, сары жіп артқа жіберем. Тағы қара жіппен 2 қатар тоқимын. Міне біз қазір 2 жолақ тоқыдық. 2 түспен қара және сары түсті. Енді әрі қарай қазір тағы қара түспен тоқимын. 2 қатар. Содан кейін барып сары түспен тоқимын. Сосын тағы қара түспен тоқимын. Яғни 6 қатар өз беттенінше тоқып шығасыздар. 6 қатар тоқып аяқтадым. Енді мен мұнда тоқыған кезімізде мынау линия жалғанған оң жаққа қарай қисайып кетті. Әр қатар сайын оңға қарай қисаяды сызығы. Сол үшін мен қазір соңғы петляны тоқып тастадым. Мінекей, маркерді алып тастаймын да 1-ші петляға тағы қара жіппен тоқимын.
ең соңғы петлясын тоқимын қара жіптің. Осылай. Және жіпті сары түске ауыстырам. Яғни осыны соңғы петляға алып жібереміз, бірінші петляны. Сары түске ауыстырамын. Және осы қатардан бастап 18-ші қатар. Бір столбик без накида, екеу, 3 столбик без накида тоқимыз. Және убавка жасаймыз. Мінекей мұнда жаңа косичка өрімнің бергі жағындағы жіптерінен, екі жіптен ілмекті өткіземіз. Осылай бірге тоқып жібереміз. Әрі қарай 3 столбик без накида. Және убавка. Косичканың бер жағындағы жіптерін содан ілмекті өткіземіз. 2 петлядан сразу. И қосып столбик без накида тоқып жібереміз. 3 столбик без накида. Убавка. 2 петляны қосып тоқимыз. Осылай осы қатарды соңына дейін тоқисыздар. Қатарды аяқтадым. Енді келесі қатарда 2 столбик без накида тоқимын. Маркерді ілеміз. Және тағы убавка. Міне өрім. Осы өрімнің алдыңғы бергі петляларынан жіпті өткізіп, столбик без накида тоқимыз. 2 столбик без накида және тағы убавка. Өрімнің бергі петляларынан ілмекті өткізіп, столбик без накида тоқимыз. 2 столбик без накида, тағы убавка. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар. Біз 19-ші қатарымызды аяқтадық. Енді 20-ші қатарда соңғы петля қалды. 19-ші қатардың қара жіпке ауыстырамыз жібімізді. 2 петлядан қара жіпті өткіземіз. Маркерді алып тастаймыз. Және осы қатарда біз убавка жасаймыз тағы. Сары жіпті қырқып тастансаңыздар болады. Өйткені әрі қарай тек қара жіппен тоқимыз. Бірінші петлямызды столбик без накида тоқимыз. Екінші петля убавка. 2 петляны қосып тоқып жібереміз. Әрі қарай тағы бір столбик без накида тоқимыз. Сосын тағы бір убавка жасаймыз. 1 столбик без накида және убавка. Осы қатарда бірден ішіне синтепон салуға болады. Қатардың соңына дейін осылай тоқып шығасыздар. Синтепон саламыз. Синтепонды алдыңғы қатарда да салуға болады. Мен 20-ші қатарды тоқып болдым. Енді 21-ші қатарға келдік. Бұл қатарда 6 қысқарту жасаймыз. Мінекей 2 петляны бірге қосып тоқып жібереміз. Бірінші қысқарту. Тағы да келесі 2 петляны қосып тоқып жіберем. Тоқыған кезде ыңғайсыз синтепон ілініп кете береді. Және де шатасып кетем десеңіздер, міндетті түрде бірінші петляға маркер іліп қойыңыздар. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар. 21-ші қатарымды аяқтадым. Енді 22-ші қатарда еш өзгеріссіз 6 столбик без накида тоқисыздар. Енді видеода петлялар көрінбейді, қара жіп болғандықтан. Сіздер өзгеріссіз тоқисыздар. 6 столбик без накида.
Мінекей мен 22-ші қатарымды аяқтадым. Жіпті қырқып тастаймын. Енді әрі қарай біз инемен қатарды жабамыз. Көзі үлкен инеден жіпті өткіземін. Инені мына петля, косичка, өрімнің бергі жағындағы жібіне салып тігесіздер. Астыдан жоғары қарай. Бағана қатарларды қысқартып бірге тоқып жүрдік. Сол кезде алдыңғы жағында жіптен алып тоқыдық. Сол жіптен өткіземіз. Алдыңғы жақтағы жіптен өткізіп осылай тігеміз. Мінекей мен тігіп болдым. Өстіп шошайып тұру керек ұшы. Әрі қарай енді жіпті тығып қоямыз. Жіпті арт жақтан өткіземіз және қасындағы қара жіппен тоқылған жерден шығарам. 2 түйіндеймін. 1, 2 және сол тесіктен қайтадан кіргізіп басқа жақтан шығарам. Енді ұшын қырқып тастаймыз. Және де артық жіптерін, синтепонның шошайып тұрған жерлерін шығарып алып тастайсыздар. Қазір қанаттарын тоқимыз. Ақ жіппен Dolphin Fine жібінен 3-ші номерлі ілмекпен 2 воздушный петля тоқимыз. Бірінші петлямызға 6 столбик без накида жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жіпті тартамыз. Енді екінші қатарымызды тоқимыз. Әрбір петляға 2 столбик без накида мұнан. Міндетті түрде бірінші петляға маркер қоюды ұмытпаңыздар. Екінші қатарды аяқтадық. Енді үшінші қатарымызда 1 столбик без накида тоқимыз бірінші петлямызға. Келесі петляға прибавка жасаймыз. Бір петляға 2 столбик без накида. Маркерді ілеміз. Әрі қарай тағы 1 столбик без накида. Және прибавка. Бір петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар. Барлық петлялар саны 18. Төртінші қатарымызды бастаймыз. Бірінші петляға 1, екінші петляға тағы да 1 столбик без накида жасаймыз. Маркерімізді бірінші петляға ілеміз және 2 петлядан кейін прибавка жасаймыз. Бір петляға 2 столбик без накида. Әрі қарай тағы 2 столбик без накида тоқимыз. 1, 2 және прибавка жасаймыз. Бір петляға 2 столбик без накида. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар. 2 петля прибавка жасап. Барлық петлялар саны 24 болуы керек. Соңғы қатарымызды тоқып болдым. Енді қатарды жабамын. Келесі петляға соединительный столбик жасап, жіпті қырқып тастайсыздар және тағы да дәл осындай тоқисыздар. Мінекей мен екіншісінде тоқып болдым. Енді екеуін бір-біріне жалғап тоқимын. Мінекей бірінші петляларын бір-біріне жалғаймын. Осылайша
тағы да екінші петляларын жалғаймын. Столбик без накидамен және үшінші петля. Столбик без накида жасап жалғайсыздар. Жіптің ұшын тығып қоясыздар міндетті түрде. Енді жіпті инеден өткізіп, араның денесіне тігеміз. Мінекей, екі көзінің ортасына және денесінің ортасын тауып аласыздар. Ары қарай инемен тігіп шығасыздар. Тігіп болдым мен. Енді инені осылай басқа жерінен шығарамыз және де көп рет түйіндейміз. 2 рет, 3 рет. Сосын ұшын ілмекпен басқа жерінен шығарып жібересіздер. Егер инемен ыңғайлы болса, инемен жасайсыздар. Менде қысқа жіп қалғандықтан мен ілмекпен өткіздім. Енді әрі қарай аузын және бетін тігеміз. Бетін розовый жіпті 2 қабаттап, көзінен бір қатар астығы осылай инені салып тігесіздер. Бір қатар төмен көзден. 2-3 рет өткізіп тігіп шығасыздар. Бетін тігіп болған соң аузын тігеміз. Осылай алдын ала булавкілер қадап аламыз. Қақ ортасынан 3 қатар түсеміз төмен. Булавка қадаймыз ортаға. Және 2 шеттерін бетінен бір қатар түсеміз. Мінекей бір қатар, екінші жағынан да бір қатар түсеміз. Осы жерлерге қара жіппен бір қабаттап тігеміз. Жіпті бірінші булавка тұрған жерден өткіземіз және ортасына тігеміз. Әрі қарай екінші жағынан өткізіп, тағы ортасына алып келеміз. Сосын ол жіпті төбесінде бір жерден шығарамыз. Осылай мен төбесінен шығардым. Түйіндейміз 2-3 рет, 4 рет. Сосын осы тесіктен қайтып кіргізіп, қара жақтан, қара жіппен тоқылған жерлерден осылай шығарасыздар да, артық жіпті қырқып алып тастайсыздар. Екінші жағында дәл осылай түйіндеп, тігіп бастаған кезде жіп қалдырасыздар ғой. Сол жіпті тағы дәл осылай түйіндеп, осылай тығып қоясыздар. Артық жіптерін қырқып алып тастаймыз. Мінекей мен арамды жасап болдым. Осындай болып шықты. Көлемі орташа. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Егер де менің видеоларым ұнап жатса, онда экранда шыққан басқа да видеоларға кіріп көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.